Мұздай су құямыз. Көп емес. Азырақ әбден қайнаған кезінде ашып кетпеу үшін азырақ тұз саламыз. Біздің үйдің адамдарына мен таңғаламшы. Кейде бір ет заказ бересің ғой, үйге ішіп әкеп береді. Тұзды алып не қылғаннан кейін осы күй сала салады ғой морозилькке ше. Мынаны тамақ істейтін кезде жібітіп отыру ит азап. Бұны бөліп салмайды ше. Мякітін бөлек, асқанға бөлек, сорпасын бөлек ше. Ше таңғалам біздің үйдің адамдарына. Ет жалғыз маған келді. Мен ғана жеймін ғой етті. Ойбай. Мына екеуі жылқының фаршы. Бұмен мант істеген кезде пиязын көбірек қосып жаны күшті. Жылқының әдемі еті ғой. Так, пакетіңген сен бір пакет аш өзің. Тауық жейсің ба? Мынау төс грудинка, мына жері тауықтың түсін ба? Қойдың етін жейсің ба? Жемеймін. Нағыз деп көрсет, жел. Мадияр нағыз деп көрсетінде бар шешесін. Әкең осы. Беркел, әрі үйренеміз екеуміз, Беркел енді. Қазір үйленбей тұрыңдар, Кай әрі үйренмасын, Беркел. Қой мына жерге телефон. Қой. Телефонды қой мына жерге. Ырыспала дегенде мына қойдың құйрықтарын білмеймін. Жинай бергенбіз ғой, свежий қып еще. Свежий қойдың құйрығын жейтін біреу келетін ба ұқсап үйге. Сай сүрлейміз бұны ше. Ойбай дегізіп. Ол үшін тұзды аямай себеміз. Тұзды сіңдіреміз. Сосын марлыге орап, шыбын ештеңе кірамайтын қылып, күнге қойып қоямыз. Шірей күнге емес, енді далаға да кептіріп. Маңырсын бүтін. Сөйтіп жегіз жүрмесек, бұны ешкім бейді. Ой, Арамушка. Аю, сәд. Аю, спи. Өзі әбден тиседана иттің ығырын шығарып. О, ит бала ғой, ол да мен карикамен жасты ғой. Жетағайлық па сондай. Ойнағысы келсе, содан жылап қашат маған, мама. Мұнаның еттерін алуға болады, бұлай фаршқа, я? Мен бешбармаққа қып қойдым да. Бәрі балалар фарш тамақ көп жейді ғой еттен. Маркер деп айтпадың ба ешқайсыңа? Ой, молодец. Қайықта тұрған? Ашыңды еш жоқсың. Қазыларды салда бөлек-бөлек. Еттерді маған көрсет, мен асатын бөлек, мынандайын бөлек айтамын. Бүгін менен бақытты адам жоқ. Ешкін ешқайсың телефондарыңды амауға бармын. Мен еще қатады, сүйектерім бәрін күшті ғой, бандайғы жүйекті. Дайын бұл ше. Футбол ма? Әлде фудан келетін қыздар ма? Фарида деген. Футбол. Күнделікке тамаққа қосатын сорпаларды светка тұздай. Кәйшки. Екінші пачка тұзым ғана беріңдер тұзымды. Мынау асқанға, кәдімгі бүтіндей етмен, мынау қабырға, сорпаға, қуырғанға, мынау чисто қайнатпа сорпа, сорпасы дегенде. Бізден сорпаны көп істейміз. Мынау да бешбармақ, мынау қазір менің холодец істейтінім. Мына жақта фарш, мына жақта кусок ет, нан свежий істеп қояды, істетпейді. Фунчозаға бір бәлеге свежий істейтін тақтай қыламыз ғой. Бала, ана тұзды ашы. Қыздарыңа барасыңдар ма, футболдарыңа барасыңдар ма, кете беріңдер. Ол не деген қыз болып деймін да, кемейді. Сендер жайына қоймайды. Алып қынсаңдар? Бала, саған айтып отырмын. Алып қынсаңдар оларды. Жылқысындай күттірмеймін. Апыр-топырын шығарам. Наны газ фаршқа өткізіп. Осымен мант істесең, иттің ішіне сармай жақпайды деп. Біздің балашаға өзінше майлы манты болса кейде жемей қояды ғой. Жоқ, жасын алып, менен қабырғасы. Үлкен емес, орта, әдемі. Ю, пошел. Мен үстіп, кейде бағалай білмегенге бақ қонбайды деп, осындай нәрселерін бағаламай кетемше. Сомен ыдыс жуып, сомен кір жуып. Оның себебі шешкен жерінде ұмытып кетемін да, немесе шешкен жерінде қалады. Құдай. Мына әдемілеп тұздап келген қонақтың алдына қоямыз. Қараңыздар жіліктерді қалай бөлген. Ой, пырмай. Неғып бұл бала бұндай болды. Осындай інілер Құдайдың берген сыйындай да. Қараңыз. Әбірден жүрмейтін қыз істепті да. Қазанның бет